Баршаға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен небәрі 15 минутта көп затты қажет етпейтін өте жұмсақ, балаларға да үлкендерге де бірдей ұнайтын өте дәмді оңай печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен елеп алған ұнымыздың үстінен қант ұнтағын саламыз. Бізге 100 грамм қант ұнтағы қажет болады. Енді ұнымыздың ортасын қасықтың көмегімен ашып аламыз. Біз бұл жерге бір дана жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Енді кезекте бізге осындай қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель қажет болады. Бір шай қасық қосып, осылай ұнмен араластырып жібереміз. Ең соңында үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап тұрып барлығын араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Бізде дәл осындай жұмсақ нәзік қамыр шығады. Енді осы қамырымызды тура ортасынан теңдей етіп, екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Бір бөлігін алып қойып, екінші бөлігін осылай қолымыздың көмегімен кішкене ғана жайып жеріп, үстінен 2 ас қасық какао қосып, жақсылап какаосы сіңгенге дейін илеп аламыз. Міне біздің какао қосылған қамырымыз дайын. Бұл қамырымызда өзінің жұмсақтығын жоғалтқан жоқ, өте жұмсақ, нәзік болып тұр. Екі қамырымыз теңдей болып тұр. Енді осы қамырларымызды ортасынан осылай екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Пакетик жайып, қамырларымызды ұзыннан жайып аламыз. Дәл осы видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Міне біздің бірінші қамырымыз дайын. Қалған қамырларымызды дәл осы ретпен жайып шығамыз. Қамырларымыздың барлығын жайып алдық. Енді кезекте пакетикке қойып шығамыз. Бірінші осылай какао қосылмаған қамырымызды қоямыз. Жанына какао қосылған қамырды қоямыз. Енді үстілеріне керісінше ақтың үстіне қараны, қараның үстіне ақты қойып аламыз. Қамырларымызды бір-бірінің үстіне қойып болған соң, бетінен пакетімізді жауамыз және де қалауларыңыз бойынша дөңгелек немесе мен сияқты төртбұрышты пішін берсеңіздер болады. Қамырымызға пішін беріп болғаннан соң, кесілуге оңай болуы үшін магазинникте шамамен 30-40 минуттай немесе 1 сағат ұстасаңыздар да болады. Сонда қамырымыз өте оңай, жақсы кесілетін болады. Менің қамырым магазинникте 1 сағат тұрды. Енді пакетінен ажыратып, қамырларымызды пісіруге дайындаймыз. Кесуге ыңғайлы болу үшін мен қамырды теңдей ортасынан бөліп алдым. Енді кезекте қамырды шамамен 1 сантиметрдей етіп қалыңдықта кесіп алатын боламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай кесіп шығатын боламыз. Қазір сіздерге қалыңдығын көрсететін боламын. Қалыңдығы дәл осындай болу керек. Жұқа болып кетсе, қатты болып қалуы мүмкін. Барлық кесіп алған печеньелерімізді енді листімізге теріп жайғастырып шығатын боламыз. Осы уақытта пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Печеньелеріміздің аралары барынша ұзақтау болған дұрыс, себебі қазір пешке салғанымызда бұлар ісініп жайылады. Сонда бір-біріне жабысып қалмас үшін де барынша арасын алшақтау ете беріңіздер. Барлығын жайғастырып болғаннан соң алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Міне достар, осымен біздің печеньеміз дайын. Жасалуы көргендеріңізде өте оп-оңай, қараңыздар қандай әдемі болып пісіп шықты. Ең бастысы, бұл рецепт бір жасағаннан-ақ өте сәтті шығады. Және де балаларыңызға да ұнайтын болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Көп уақытыңызды алмайды, әрі өте бюджетный рецепттердің бірі. Қараңыздар қандай жұмсақ болып, өте керемет болып пісіп шықты. Ыстық шаймен, ыстық кофемен өте керемет үйлеседі. Көріп тұрғандарыңызды арасы толығымен пісіп шыққан. Видеоны жоғалтып алмас үшін видеоны сақтап алыңыздар, және де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.
Менің YouTube арнама жазылмаған болсаңыз, подписаться батырмасын басып, YouTube каналыма жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің әрбір жаңа видеом сіздерге ең бірінші келіп отыратын болады. Назарларыңызға көп рахмет.